you doing? Welcome to my YouTube channel. I am Nicole. Бүгінгі тақырыпта біз сұранысқа ең көп ие болған тақырып, яғни сандарды үйренеміз. Жақсы, онда сабағымызды бастаймыз. Осы экранда көрсетіп тұрғандай, біз бүгін ағылшын тілі бойынша 1-ден 99 қалай болады соны үйренеміз. Бірінші сан бізде 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 6, 6, 7, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 8, 9, 9, 9, 1, 10, 10, 10, 11, 11, 11, 11, 12, 12, 12, 12, 13, 13, 13, 14, 14, 14, 15, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19. Ал келесі бізде 20. 20 деген сөз бізде 20, 20, 20. Бұл жерде біздегі ударение бірінші буынға түсіп отыр. 20. Ти деген сөзді мұқият жаттап алыңыздар. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 деген сөздің артында бәрінде ти деген сөзді қосамыз. Бірақ бұл жерде ти деген сөзді батырыңқы оқымайсыздар, яғни оның алдындағы сөзді батырып оқисыздар. Мысалы, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Көп оқушылар жаңағы мысалы 13, 30, 14, 40 деген сөздің дыбысынан қиналып жатады. Егер де сіз ударение қай буынға түсені соны жақсы білсеңіз, ол кезде сіз қателеспейсіз, Келесі біз үйренетініміз жаңағы 20, 21, 22 қалай айтылады. 20-ны жаңа айттық, 20, 20, 20. Ал 21 деген сөз, мысалы 20 деген сөздің артына 1 дегені қоссаңыз болғаны. 21, 21, 22, 22, 22, 23, 23, 23, 24, 24, 24, 25, 25, 25, 26, 26, 26, 27, 27, 27, 28, 28, 28, 29, 29, 29. Ал келесі бізде 50, 50, 50, 50, 51, 51, 51, 52, 52, 52, 52, 53, 53, 53, 53, 54, 54, 54, 54, 55, 55, 55, 55, 56, 56, 56, 56, 57, 57, 57, 57, 58, 58, 58,
58 59 59 59 59 келесі бізде 90 90 90 91 91 91 92 92 92 93 93 93 93 94 94 94 94 95 95 95 96 96 96 97 97 97 97 98 98 98 99 99 99 99 Ал ең соңғы экранда көрсетіп тұрған мен сіздерге жаңағы жаттығу ретінде осы сөздерді іштеріңізден аударып отырыңыздар. 22 22 22 33 33 33 56 56 56 67 67 67 79 79 79 88 88 88 45 45 45 97 97 97 Бәрін дұрыс аудардыңыздар ма? Егер өздеріңізге сенімсіз болсаңыздар, міндет түрде алдындағы мазмұндарды қайталауды ұмытпаңыздар. Жақсы, сабағымыз аяқталды. Егер сіздерге менің сабағым ұнап жатса, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Келесі сабақта кездескенше сау саламат болыңыздар.